Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, медовый, ортасына мейіз қосылған рогалики дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек, қант керек. Мен 3 ас қасық қант қостым. Егер де тәттірек болуын қаласаңыздар, 5 ас қасық қоссаңыздар болады. Сары майымызды қосамыз. Тұзымызды қосамыз. Қоспалардың мөлшері описаниеде нақты көрсетілген. Балымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұн мен соданы бөлек ыдыста араластырып алып, аз-аздан қосып отырып, шәймендеп араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып, видеода көрсетілгендей осындай формаға бөлеміз. Мен ортасына сары мейіз саламын. Осылай шеткі бөлігіне мейізді салып, рогаликидің формасын жасап ораймыз. Біздің рогаликилеріміз дайын болды. 180 градуста 15 минут пісіреміз. Міне біздің рогаликилеріміз әдемі болып пісіп шықты. Ыстық чаймен ішсеңіздер қандай керемет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.